Агенттіктің Алматы қаласы бойынша департамент мен мемлекеттік шекара арқылы есірткі заттарын заңсыз өткізу фактісі бойынша бір топ адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқтады. Еске сала кетейік, Алматы тұрғыны ақш-тан пошта жөнелтілімдерін алу кезінде ұсталған болатын. Одан 649 грамм кептірілген марихуана мен 676 грамм гашиш есірткі заттары табылып тәркіленді. Тексеру іс-шараларын жүргізу кезінде мемлекеттік шекара арқылы аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз өткізумен және Telegram мессенджері арқылы сатумен айналысқан адамдар тобы анықталды. Сондай-ақ олардан 705 грамм марихуана мен 1266 грамм гашиш есірткі заттары табылып тәркіленді. Сот үкімімен 7 кінәлі адам 3 жылдан 16 жарым жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігі қабылданған шаралар нәтижесінде ақш-тан Қазақстанға есірткі контрабанда арнасының және Алматы қаласының аумағында есірткіні тарататын бірнеше Telegram арналарының қызметі жойылды. Құрметті ата-аналар, сізден балаңыздың қарайтын контентіне, оның мінез құлқына, денсаулығына, айналысына және сатып алуларына назар аударуыңызды сұраймыз. Кез келген түрдегі немесе мөлшердегі есірткі заттары адам денсаулығына, әсіресе жасөспірімдерге орны толмас зиян келтіреді.